Ауылдың іші гу-гу. Осындағы түрік ағайындардың ақсақалы Мехмет қарияның мектепте оқитын немересі машинаның астына түсіп жазым болыпты. Ең сорақысы соққан бейбақ қашып кетіпті. Жас қыздың жаназасын шығарып жерлеп қайтқан жұрт әлі тарқай қоймаған. Көшенің екі бетіне иін тіресе қаңтарылған көліктердің арасымен жүріп келген джип машинасы әудем жерге барып тоқтады. Басын төмен салып жасқаншақтап келе жатқан бұл жігітке "Бұл кім?" дегендей тұрғындардың бәрі жапырыла қарады. Жас шамасы 30-дан асқан орта бойлы қазақ жігіті шақындай бере кеудесін қолына қойып бәсен дауыспен амандасты. "Ассалаумағалейкум." "Уағалейкум ассалам. Мехмет ата деген кісі кім екен?" Алабұртып тұрған даусынан ғана емес, жүзінен де анық байқалады. "Анау кісі" деп шеттегі егделеу қазақ қарияны иегімен нұсқады. Жігіт жеделдете басып, өзіне таңырқай көз салған Мехмет қарияға жақындай берді. Алдына жете бере тізерлей құлады. "Ататай, кешіріңізші мені, иттік жасадым. Ататай, кешіріңізші мені." "Сен кімсің?" деп ақсақал шошына тіл қатты. Мен, жігіт қылғынып барып өксіп жіберді. "Қызыңызды мен соғып кетіп едім, кешіріңізші ататай." "Не дейді? Ананын өлтірем." Ақыра ұмтылған қыз әкесін "Тоқтат" деген Мехмет қарияның саңқ еткен дауысы мен сермелген қолы тежеді. Жанында тұрған жолдастары да оның жолын бөгей бергенді. "Қоя беріңдерші мені, ей ит, қаныңды ішем мен сенің." "Тоқтат." Қария баласын ызбарлана қарады. "Тоқтай тұр." Қалшылдап кеткен денесін әрең игерген Мехмет бүк түсіп отырған жігітке тіл қатты. "Тұр орныңнан." "Қалай болды? Басынан бастап айт." Екі иығы дір-дір етіп сүйретіле көтерілген жігіт басын жерден ала алмаған қалпы солқылдап тұрып болған істі баяндады. "Жұмыстан үйге келе жатқан бетім еді. Жаңбыр жауып тұрған. Тарс етіп соғылғанда бір-ақ көрдім. Тоқтай қалып жанына барып едім, қимылсыз жатыр екен. Қан боп кетіпті. Есім шығып жан-жағыма қарасам, ешкім жоқ. Машинама отырдым да..." "Кешіріңізші ата." Жігіт қайтадан тізерлей құлады. "Кешіріңіздерші мені, қорқып кеттім." "Ей айуан, мал емес қой саған. Ей, адам ғой, адам. Жіберіңдерші мені." "Тыныш." Қария қолын көтеріп ақырып қалды. "Тыныш, айтып бітірсін. Содан ешкімге айтпадым, бірақ ұйықтай алмадым. Ататай, Құдай-ай, қандай сорлы едім. Кешіріңіздерші мені, кешіріңіздерші." Жасына тұншыққан жігіт иығы солқылдап екті бүктеліп кетті. "Ей айуан, мен саған кешіргенді көрсетем, қашқанды көрсетем. Жіберіңдерші мені." Жұлқына ұмтылған қыз әкесінің жолдастары әрең ұстап тұр. Елде үн жоқ. "Тыныштал балам, сабыр ет. Алдымен мені тыңдап алыңдар." Қария қабағынан қар жауған қалпы жан-жағын бір шолып шықты. "Бауырларым, балаларым." Тамағын қырнағанмен даусын дірілі басыла қоймады. "Менің мынаған көзім жетіп отыр. Құдайдың құдіреті күшті екен. Айтайын дегенім, осыдан 22 жыл бұрын менің де бір кішкене баланы қашып кетіп едім." Ақсақалдың көзінен жас парлап кетті. Менің сол кезде қайтып баруға, кешірім сұрауға дәтім жетпеп еді. Бірақ сол ісім, сол қорқақтығым көкірегіме шемен болып бітті. Әлі мына жерімде тұр. Я Алла, кешіре көр күнәһар пенденді." Еңкілдеп кеткен қарттың жасы сақалын жуды. "Құдайдың құдіретін қараңдар. Бұл менің тірі жанға айтпаған сырым еді. Көңілімнің дерті жүрегімнің шері еді. Өмірімнің қарадағы еді. Міне, енді тура сол жағдай өз алдымнан шығып тұр. Алла әділ, қиянат ешқайда кетпейді. Міне, өздерің куә болып тұрсыңдар. Алдынан бір шықпай қоймайды екен. Мен кешірдім мына жігітті." Қалшылдап кеткен қария назарын жігітке тіктеді. "Атың кім балам?" "Ерсұлтан." "Ерсұлтан балам, тұр орныңнан." "Тұра тұр." Терең күрсінген ақсақал даусы дірілдей сөзін жалғады. Бұл жігіттің қайта келуге, қолымен істеген мойнымен көтеруге батылдығы жетті. Адамшылығы жетті. Иманы жетті. Сол үшін кештім мен. Ол үшін ғана емес. Я Алла, сен де мені кешірші. Мен сияқты әлсіз пендені кешші.